Байлық пен ақыл. Бір шалдың 4 ұлы болыпты. Бір күні ол ұлдарын жинап алып, балаларым, мен болсам қартайдым. Сендер ер жеттіңдер. Кімнің ақыл мен байлығы сай болса, сол менің мұрагерім болады. Әр қайсысың маған байлықтарың мен ақылдарыңды көрсетіңдер депті. Үлкен ұлы асыл тасты жүзік салған қолын көрсетіп, міне менің байлығым. Ал кім бай болса, сол ақылды депті. Екінші ұлы асыл киімдерін киіп, әдеміленіп келеді де, міне менің осы қалпымда көргендер ақылым мен байлығымның алдында басы еді дейді. Үшінші ұлы күміспен асыл тастармен әшекейленген белдігін буынады да, мұндай белдікті ешкім ешқашан буынып көрмеген дейді. Әкесі үлкен балаларына қарап басын шайқайды. Енді ең кіші ұлына қарап, сен неге үндемейсің? Сен қандай байлығыңмен мақтанасың дейді. Сонда кенжесі былай депті. Менде асыл тасты жүзік те, сәнді киім де, қымбат тастармен әшекейленген белдік те жоқ. Тек еңбек сүйгіш екі қолым, қайрат жігерге толы жүрегім ғана бар. Шал кенже ұлының жауабын ұнатып, риза болыпты. Оны өзінің мұрагері етіп қалдырыпты. Ал үлкен балаларына інісінің айтқанынан шықпауды өсиет етіпті.